Эфирде Лицей Ньюс, студияда Бекзат және де Анел. Мектебіміздің соңғы жаңалықтарына көшсек, 12 қазан күні жаратылыстану пәнінен үйірме жоспар бойынша Сарқыт апай мен Мирапай жас зерттеуші атты зерттеу сабағын өткізді. Оқушылар жаратылыстану пәніне деген қызығушылықтарын арттыру мақсатында түрлі тәжірибелер жасалды. Үйірме жұмысында оқушылар шығармашылық тапсырмалар, тәжірибе жасау арқылы өз ойын әр нәрсені танып біліп қана қоймай, олардың ерекшелігін келесі затпен байланысын, оның себебін білуді үйренді. Адам өмірі еңбекпен тығыз байланысты. Өйткені адам мен еңбек ажырамас ұғым. Біздің мектептің ата-аналары мен ұстаздары оқушыларымызды жастайынан еңбекке баулайды. Осыған сәйкес 14 қазан күні еңбек еткен мұратқа жеткен тақырыбында тәрбие сағаттары өткізілді. Сонымен қатар дәл сол күні арнайы педагогтар сынып жетекшілері мен пән мұғалімдеріне психологиялық педагогикалық қолдау ережесін түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Мектебіміздің 7-8 сыныптарында ұлағаттылық ұлы тәрбие айлығы аясында ұлттық құндылықтар тарихтан бастау алады тақырыбында тәрбие сағаттары өткізілді. Айта кету керек, мектебімізде тек қана тәрбие сағаттары мен іс-шаралар ғана өткізіліп қоймай, ұстаздарымыз бен оқушыларымыздың жеткен жетістіктері де өте көп. Қазан айының 13 жұлдызында лицейдің 10 сынып оқушысы Ақтілек Нұрлыбек облыстық ғылыми жобалар және инновациялық идеялар байқауында ерекше жоба номинациясымен марапатталды. Тағы да Ақтілек «Менің кіші отаным» республикалық байқауының облыстық кезеңіне «Менің кіші отанымның болашағы» номинациясымен бірінші орын иеленіп, республикалық кезеңге жолдама алды. Ақтілекке алдағы уақытта сәттілік тілейміз. Лицейде жаңа жетістіктер мен жағымды жаңалықтар көп болсын. Аман сау болыңыздар.